Бүгін мен сендерге 99%-дан білмейтін жаңада шыққан құпия картаны көрсететін боламын. Ал сендер видео бастамастан бұрын маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып отырыңдар. Ол картаны көру үшін ең әуелі осы жақтан режим таңдайтын жерге кіреміз, осы жақтан личный островты басамыз. Так, сосын осы жерден код карта деген сөзді басқан кезде, мына жақта, яғни бізде историяда сатылып тұр. Енді бұл картаның коды міне дәл осы жерде тұр. Міне қарап алыңдар, жалпы бізде хэштег 1C32C4 деген, яғни дәл осы код арқылы кіресіңдер. Ал біз картамызға кетті, яғни ойнап көрейік. Картамызға келдік. Енді бізді жалпы карта кіргізіне дәл осыдан кіреді. Бұл жақта бізде қазіргі осы үйде тұрған пикті көрсетіп тұр екен. Не істейміз? Ең әуелі осы жақта жалпы наяқта тұр, яғни менюді басамыз. Бұда бір жақсы жері, біз мысал жердегі менюді басқа жаққа былайынан, яғни апарып жылжытып қойсақ болады. Енді бізге телефонмен кіретіндер үшін бұл енді кедергі жасайды. Сол үшін мына біз астқа түсіріп қойық, бізге негізі кедергі жасамайды. Сонда да бүйтіп астына түсіре салайық енді. Әуелі біз көретін нәрсеміз, яғни осы жерде store деген затты басқан кезде, осы жақтағы біз кез келген оружиелерді таңдап жалпы ойнауымызға болады. Так, мынаны бір таңдап көрейік. Так, бізде не тыңдаймыз? Мына көрейік, иә? Бүйтсін корякпен андай бір снайперский оружиелерді таңдап атысақ болады осыны. Төбе жағында дәл осындай WPN деген басында оружие тыңдайсыңдар. Мына енді бізде патрондар бар. Одан кейін бізде, яғни плюсса мына жақта стенка, противогаз, аптешка, супер аптешка, горизалин деген сияқты тағы да басқа броник, рюкзактың заттары тұрады. Одан кейін бізге келесі skills деген, яғни бұл жақта бізде навыктар бар, яғни бізде барлық навык болмаса да шамамен бізде так былайынан 4-еу, былай 4-еу, 16, 17, 18 түрлі навыктың түрі бар екен. Одан кейін соңғысы бізде, яғни толст дейді. Толста енді бізде костер дейді, в общем аспанға ұшатын, биікке ұшатын сияқты аяп киімдер түрі бар. Так, мына жақта біз бір аяп киімнің түрін таңдап көрейік. Мысалы, мына аяп киім таңдаймыз да. Одан кейін дәл осы жердегі затты басқан кезде, типа дәл осында біз аспанға ұшамыз. Бұда бір белгілі уақыт бар. Мысалы, мына жақтағы зат жай көтеріліп тұр. Типа біз төбеге басамыз, жоғарыға. Мына масақ биігірек көтереді бізге, но бірақ мынау зат тез азаяды. Қайтадан былайынан бассақ, біз қайтадан төменге құлаймыз. Қайтадан бассақ, дәл солай қайтып көтерілуге болады жалпы. Осылайынан ойнай берсеңдер болады. Келесі бізде жаңағы басамыз, сол кезде бізде мына жақтағы жалпы транспорттардың түрлері бар. Мысалы, мына үстін бассақ, бізде яғни мотоға мында өйстіп былайынан жүрсеңдер болады. Так, біз мотодан сөз саламыз. Так, мына жақта бізде тағы да бір белгісіз транспорттар тұр екен. Енді бұл жақта сурет көрсетілмеген. Яғни біреуін басып көретін болсақ, бізде дәл осыны бұрын тренировкада болған анау не машина, кішкентай балдар мінетін машина ма сондай, иә? Жалпы скоросты өте аз екен бұны. Қазір скоростын бір сынап көрейік бізге. Қанша скоросқа дейін бар, енді қаншаға дейін басады? Қаншаға дейін бар? Ойбай, жай. 4, 96, 97. 97-ге дейін барады екен ғой скоросты. Но бірақ жай жүретін сияқты, бірақ бұлай пайдет негізінде. Келесі енді, яғни белгісіз машина басқан кезде бізде дәл осындай аспанға ұшатын сияқты бір зат шығады екен. Давай ұшамыз да, төбеге басып, дәл осының төбесінде былай бізге жалпы ұшып жүруімізге болады екен. Так, бұдан біз аспектің ортасынан барамыз. Наяқтан бет секіре салайық. Мына жақта еще бізде бұл картадан тұран бар екен. Так, бұл тұранға отырамын өзі. Бірақ тұранға отпайды кені көрдіңдер ма? Но кәдімгі бізде бұрында ескі пик болды, сол кезде енді жалпы олттар біледі. Так, бізде мынадан секіреміз. Примерно бізде так, астыға түсіп алайық. Осы маңдарда бізде не болған болады? Школа болған. Школаның дәл алдынан тұран болады. Енді оны нақты олттар біледі, енді қаяқта нақты тұрғанын. Еще бізде ол жалпы ол картада олай тұранға барып отыратын тұғын. Қазір тияқта жоқ екен. Одан кейін бізде келесіне карта дейді. Сендер осыны басқан кезде картаның қай жалпы локацияны басасыңдар, сол жақтан шығасыңдар. Мысалы, біз көрейік. Обсерваторияны бас көрейік. Міне көрді ме? Обсерваторияға барамыз. Булсайға барамыз, Чипортқа барамыз, Хайтпикке келе саламыз. Кейптаун ба, Фактори, Марс, Клок, Кататуа, Катюшаға барамыз. Плантейшнге барамыз, Риверсайд, Мил деген сияқты
Алпа әртүрлі жерлерге баруымызға болады. Енді біз әзірге пикте тұра берейік. Бізде яғни эмот деген зат бар екен. Мына жақта енді сендердің аккаунттарында жоқ эмоцияларды сезімдер болады. Мысалы енді бізде көбісінің аккаунтында жоқ нәрсе яқта не эмоция бар екен бізде. Әрине бұл дайпят. Яғни сендердің аккаунттарында дайпят болса, осы жақтан енді осы картаға кіріп видеоларыңды түсіріп алсаңдар болады. Міне тағы да осыны цып істеп жүрейік. Дәл осыны эмоциялар мына жақта бізде қайсысы бар өзі. По идее бізде бұл жаққа қойылмаған эмоция, мына жақтан Сибирияда екенбіз. Кәдімгі бізде Бермуда картасы сияқты. Одан бізде келесі animation дейді. Енді бұны басатын болсақ, бізде мына жақта енді ағылшынша аттар жазылған екен. Мысалы X дегенді басып көретін болсақ, бізде мынандай бір кирлема, ошым осындай бір анимацияларды істейді екен. Енді FIFA-ға әлі қосылмаған. Одан кейін бізде так пас дегенді басып көрейік. Паста бізде үйсі қолына алға қарай соза ма, сондай. Так, бізде келесі буема, буюма, сондай үлкен бүйтіп привет деген сияқты істейді екен. Енді бұны ағылшын тілінен аударып көру керек. Келесі бізде X жалпы бізде дәл осынан бронировка істейді ма, сондай. Бізде келесі Zing'ті бассақ, бізде дәл осынан ойланып тұрады екен. Так, мына жақта рунда не істейді екен көрейікші. Так, рунда, міне. Рунда, короче, типа жүгіріп тұрған сияқты ма? Типа жүгіріп тұрған сияқты сима, сондай бір бәлесі бар екен, е? Так, одан кейін бізде камера деген зат бар. Енді камерада бірінші LPP дейді. Біз бұны басатын болсақ, бізде үшін барынша кәдімгі адам сияқты отырады екенбіз. Мына жақта жаңа бізде динозавр киген набордың жалпы тістері ма, мұрны ма, сондай. Келесі бізде TPP дейді. TPP кәдімгі орны ма, сондай. Кәдімгі бізде ойындағыдай. Одан кейін дрон дейді. Бұл дронда біз типа адамымыз, мынау не? Былай көрсету керек екен, адамымыз типа осы жерде тұрады, міне. Так, біздің адамымыз қайда? Міне адам тұрмыз, и біз жалпы адамды жан жақтан көрсек болады. Ал екінші бізде дрон 2 дейді. Дрон 2-де біз қалай, ну? Адаммен бірге жүгіреміз басында, ну, мен түсінбедім. Біз адамымызбен бірге аспанға ұшамыз, осындай бір дәңгесі бар ау, е? Келесі бізде фиксет дейді. Фиксетте бұл не істейді екен? Типа артқа қарай осылай жүресіңдер осындар, е? Алға басындар кәм жүрет, бүйтіп алға басындар. Артқа жүресіңдер, міне осылай жүрет екен. Фиксетте. Артқа қарай. Келесі бізде кәдімгі топ дейді. Топ деген істейді. Топ дегені біз төбесіне кәдім жүре береді екенбіз ғой. Оружиені бүйтіп аламыз. Кәдім атысқан сияқты. Атпайды екен бірақ, е? Ататын кнопка болмайды екен ол кезде. Анан бассақшы. Анан бассақ қана атады екен бізде. Осыны жүріп кеміз ғой, TPP-ді. И ресетпен қайтып орнына келтіре саламыз. Ал еще біз бұда дандай заттар бар, так көрдіңдер ма, қараңдар. Мысалы біз минусты бассақ, алға қарай жүгіре аламыз бейсіп. Плюсті бассақ көрейік, не болады екен? Плюсті бассақ керісінше бола ма? Жоғарына бассақ төбеге көтерілеміз. Типа адамдар төбеден көреміз ғой. Так, мен персонажым. Барынша адамдарды биіктен көреміз. Мына бейт көтере берсем, мынау алыстай берем. Жоқ түсет. Оңға, солға. И ресетті басып қайтып орнына келтіре саламыз. Менюға кіреміз. Менюда бізде келесі пауз дейді. Пауз деген андай қатып қалама, сондай по идее. Я, сендер үйсі қатқап жүгіріп өткенсіңдер ғой. Ол жепе кәдімгі сет ұстамай қалған сияқты. Ревайз па? Я, ревайв па, сондай. Ревайв басқан кезде қайтып болсаны тірілей береді екенсіңдер ғой. Элиминат дема ұшым. Соны басқан кезде бүйтіп өліп қаламыз. И қайтып мықты ревейт деген басып қайтып тірілей саламыз. Үшмейік жерде бар ма сондай. Одан кейін біздегі ең қызықтылардың бірі әрине ол бізде Power. Енді Power'ды басқан кезде мына жақта біздегі Invisible дейді. Invisible'да біз көрінбей кетеміз. Яғни адамдармен атысқан кезде көрінбей атысып жүре бересіңдер. Одан кейін бізде қайтып ресет алды бассақ қайтып орнымызға келеміз. Бізде тағы да Max HP деген бар. Мысалы менің қазір HP-ма қарап алдыңдар. Менде 200 HP болғанмен Max HP-да менде 65535 HP болады. Көрдіңдер ма? Мына HP-мен ошым сендер өлмейсіңдер ғой. Келесі одан кейін Invisible дейді. Енді Invisible деген енді сендер адамның көзіне көрінесіңдер, бірақ олар сені өлтіре алмайды ғой. Сары жүре берсіңдер, вообще өлтіре алмайды олар сені.
И одан кейін бізде спейд енді бізде қатты жүгіреміз, көрдіңдер ма? Бізде типа 2 ма 3 есе скорс болады бізде. Jump деген бар, яғни jump қаттырақ секіресіңдер ғой. Бұл по идее 3-4 есе болу керек уже. Өйстіп 2 секіресіңдер, макс қылып қойсақ. Мынау не үшінші? Hate DMG дейді. All skill. Ой, бой, all skill-да көрдіңдер ма? Мен бүкіл навык қосып кеттім маған. Менде мына жақта деген көрдіңдер ма? Навыктарым көрдіңдер ма? Бүкіл навыктардың барлығы бар ғой мына жерде. Ну, типа кәдімгі чит сияқты болып тұр ғой же. Трейдиді, мынау трейдиді ағашына шама сондай ғой. Мына бейтамыз да қайтадан жойып тей саламыз. Типа жүріп барып қойымыз керек қой. Сол кезде міне көрдіңдер ма? Артымыздан мынандай ағаштар еще бізде бұл ағашта басқан кезде мына жақта плюс көрдіңдер ма? Осы плюста баса беретін болсақ, ағаш бізде үлкейе береді ғой. Ал минус бассақ, типа керісінше кішірейеді. Snow деген не өзі? О, қар ғой мынау. Қар үлкейдегі. Қарды үлкейтсек, қардың ішіне мен кіріп кеттім ба? По идее, мен кіріп кеттім, е? Қардың ішіне кіріп кеттім, так бетшақшы. Міне, қардың іші, деу қар. И сендер бұның үстіне бейт көтере бересіңдер ғой. О, мына деу вишкі бар мен. Бұл вишкіні барымда дәл осылай үлкейтеміз міне, көрдіңдер ма? Плюс баса берсеңдер, короче, бұл үлкейе береді. Кете береді бұл, короче, плюс бассаңдар. Енді даже бұның үстіне шалмай қалам қазір. Өнеріме қалай үлкей отқан, мен аспан қарай көрдім. Мынандай деу вышкіда. И астынан бізде, короче, Акимбо дейді. Енді мынау қателеспесем бізде қазір 2 оружие ауысамасында алынады, короче, міне. Көрдіңдер ма? Акимбоны басыңдар. Ну, кәдімгі Винчестер жатасасыңдар ғой атқан кезде. Так, мен ана кетіп тейін. Ойбо, мынау қалай алай? Мынау қалай алып кетті өзі? Ема, нандай ойнауға бола ма не? Бидікші, давай біз басқа бір оружие алып көрейік, е? Мынаны аламыз. Мынаны аламыз. Былай ауыстырып аламыз да. Бойынан қарыңдар. Мынау мен біреуді өлтірсің деген кәд. Шошып кететін жан андай ойнайтын болсаң. Одан кейін бізде парашют деген бар. Аспаннан үйсіп түсесіңдер ғой парашютпен. NPC деген бір зат бар екен. NPC-да бізде мына жақта жаңағыдай ғой типа. Мына персонаж бар шығарасыңдар да, и соны бір үлкейтесіңдер ғой. Мынау не бізде? Моко дейді. Моконы дәл солайынан. Мынау не тағы? Бізде Тимур. Одан кейін Вуконг дейді. Мынау не құрсын? Скайлер. Тағы не бар? Келли дейді. Ошы мұсын заттарды үлкейт отсынар ғой. Мынау не заттар өз, мынау не үйлер мен түсінбедім даш, кіріп көрейші, маған просто қызық қойып тұр, мына енді көріп тұр мен аж. Неге кірмей ма жалпы? По идее бізге осы жақында осы заттар қосатын секілді. Мынау қандай үй жалпы өзі? Бұрын сонда вообще көрмеппін. Еще бағытта танк тұра ойландаш, танкі. Насен шықпайды. А шығады екен. И танкының ең бейт бас жағына барама. И ең бас жағына, осына танкының ең бас жағына үйістіріп аламыз ғой. Мына жақта не бар өзі? Зон деген бар. Яғни зона шарптайсыңдар. Міне айналарынан жапы жан жақтарында өсін зона болады. Жаңағыдай енді эмоциялар бар, яқта аним 2 деген. Міне, андай өсі отырасың. Мынаны қара көрдіңдер ма? Так, одан кейін бізде мына жақтағы зат бар. Енді мен бұның сендерге паролін комментке жазып кетем, я? И мынаяқтан көріп алыңдар жалпы. Бұны қазір Go 70K дейміз ғой. Пароль осындай қарап алыңдар, скриндап алыңдар. И бізге, короче, осы ашылды. Енді бұның ішін көрейік бізде не бар екен. Бұл жақта бізде жалпы осы уақытқа дейін жалпы мультфильм, аниме, анау, мынау солар бар екен. Осы заттармен үйсіңдер осындар. И тағы да басқа түрін көрейікші. Мынау не? Міне. Мынандай зат бар екен, е? Мынау не зат өзі? Мынау не білесіңдер ма? Білетін болсар комментке жазып кетіңізші. Мына жақтағы мен көп заттың не екенін білмедім. Егер де білетін болсар комментке жазып кетіңізші. Мысалы, бірінші, екіншілігіне, үшіншілігіне. Так, мынаған болып көрейші, мынау не өзі? Мынау деген бізде кім емес па мынау? Лучший монтажер. Соның жалпы киетін наборы ма сондай емес па, я? Соның анимесіндегі ұқсайды істеген ба сондай. Мына набор бар екен. Набор бізге шықты, бірақ енді мына жаққа да соны қайтып қосып қойған екен.
И біз кимеген, давай біз Бентен боламыз. Бентен болып жүреміз. Ой, бұна не набор құрсын. Мынандай набор болып жүреміз. Міне біз келесі бізде Sky, енді аспанның жапы, аспанды өзгертуге болады. Мынандай қараңғы қыласыңдар, мынандай шама жарықтау, енді кеш батып жатқан кез қала қыламыз. Преферін 5 жылдың аралығы фон. Одан тағы да қараңғы и қайтып өзінің аспаны. Келесі бізде 3-ші анимация. Ол жатта мынандай жаппы эмоциялардың түрлері бар. Бүгінгі видеода жаппа осындай код карта болды. Енді сендерге осы видеодағы қай функция ұнады, давайте комментке жазып кетейік.